О, студентжан. Қаяқтан шығып қайқа бара жаттың? Комнатадан шығып универге барадым. Бірақ универге барғым келмейді. Неғып? Аяғым ауырып кетші, күні бойында жүре бер. Көлігім болса ғой. Сен жақсы жұмысқа тұрсаң, сабағыңды жақсы оқып, жұмысқа тұрсаң, өзің көп ақша жинап, өзіңе көлік аласың деп айтушы еді ғой бұрында мыналар. Мен жақында туған күнім ғой, соған сыйлыққа машина алсам, менен бақытты адам жоқ болатын шығар. Мына тупитеті кетті ғой. А? Жоқ, ештеңе. Жарайды, ана мен кеттім. Жақсы. Мен ақшам үшін ғана жүр ма? Машина алып кет дей саған, ес? Хорошо, мен видеом что монтаждаватмын, девушка өзіме ұнады. Тока, осы экзаменді қалай тапсырамын деп уайымдамай, әшейін қалай жүрсің? Ой, оның несін уайымдайсың, оны ой жейтін бір бәле бар ма? Жейтін басқа ештеңе ойламайсың сен осы, е? Әсіл, сен қалай тапсырайын деп отырсың? Ой, мен ше құлағыма ше сымы жоқ наушник тауып аламын да, шашымды жауып қоямын, сөйтіп барып маған Индира бәрін айтып отырады, сөйтіп мен отчетті жазып аламын. Мен де наушникпен тапсырамын. Осы біреудің идеясын ұрлап тұрмын деп ойламайсың ба? Ой, мен оны түнде ойлап Мерекеге айтып қойған, маған Мереке оқып тұрады. Кімге, маған ба? Я бірақ ол кезде Мереке ұйықтап алған. Еспей қалған жер ештеңе етпейді. Осы ештеңе уайымдамай жүріп, жеме-жемге келген кезде біреудің идеясын ұрлай салады екенсің, иә? Әсел, біле білсең, екі ол адамның сөзі бір жерден шығады деген. Бірінші ол адам, сен екіншісі кім екен? Тока, осы сен наушник таптың ба? Я таптым, мен компьютердің наушнигімен кіретін болдым. Компьютердің наушнигі? Одан басқа наушник саған кішкентай болады. Есімі Король. В общем, жігіттер, ішке кіргеннен кейін лишний сөйлеуші болмаңдар, түсіндіңдер ма? Танымайтын адам не дейміз? Түк айтамаймыз. Сол, біз танымаймыз ғой. Әшейін тілеп отырамыз. Тыныш. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Көке, амандаспаймын. Не серьезный адам екен, Қалайсыздар, братан? Шүкір. Әкелдің ба? Әкелдім, братан. Құртмай ма? Сіз үшін меғылсын шығар, біз үшін құртмай ғой, братан. 10 мың ба? Санамай қойғаншы. Мә, бір жерден тауасаң да бір санап аласың ғой, өзің есептеп. Көке, қалай бір қойдыңыз? Примерно айта салды. Білемін. Бастайық, братан. Сіздің жолыңыз үлкен ғой, өзіңіз бастаңыз. Ол емес деймін. Сол. Ол емес қой, қарасай. Футболкасын қарасай. Тұр, өзін сұрақ көрші. Көке, осы футболкаңызды алаштан аған жоқсыз ба? Алаш базар. Ганко. Білесіз ме? Қаяқты? Қытай. Китайский ма? Че? Кәдімгі таза не футболка ма десе? Қытайский екен ғой. Не дейді? Көке не деп отыр? Көтіңді қысып отыр, шойын болып отыр. Ана кетті. Давай! Қақа кетті баса? Али қақа кетті? Не қақа кетті дейді? Не қақа кетті? Баса кетті. Қайдасың асылым? Қайдасың ғашығым? Қостап алсаң мойыңды шашып жіберем. Ером Мансар осақты екендерді білем, шыға беріңдер. Мұнда қайталдың артында екенімізді өлмейсің ғой? Тұры. Біледі екенсің ғой? Бұйым бұның жауы. Қанана қоссыңарым. Ером, шыға бер, стоп қалдым. Шықпайым. Екі шықпасаң мына шегесіне үңгір қазаме. Атсаң, ата бер, смело жездуға. Ером, сонда маған 1 грамм жаның ашмай ма не? Жер домалақ.
Өткенде алдыңғы серияда ше, мен батырлар ұрып атқанда сен отырдың Б-нің ішінде тығылып. Жүрсі езуға көштіп жүрсі. Мені мына талдың артында өз езуға. Түрі, скоростың жауы десе. Шек екен соңылмаса. Мә, өз көрлеріңді өздерің қазыңдар. Өздеріңе удобын жерге қаза өрсіңдірші. Аппалем, осы үйдің ішіне тығылады екенсіңдер ғой. Қазір сабаланы өлтіріп қоям. Ағай, кітаптарыңызды әкеліп орнына қояйын. Қайырлы күн Ханшайымдар. Сізге де ханем. Әлемдегі ең сұлу қыздың жағдайы қалай екен? Жақсы. Қойш, сен қайдан білесің ол? Ағайына кітапты бір күнде әкеліп берсем бола ма? Арғы күнге шейін ала тұр. Рахмет. Өзі демдір сені сау, демді келсе кездесуге әдемі болып бағай. Киса, мысықтың дауысы сенен шықты ма? Жоға. Кешке дайынсың ба кездесуге? Жоға. Бір өзі де мияу қыз екені. Что там не проблема? Короче, сендерден көмек керек. Барлығымыздың проблемамыз бір. Ол Бекош. Сен Бекоштың артына кім тұрған білесің ба? Кім тұр? Марс походу. Себебі ол екеуі бір мектепте оқыған. Қазір оламын сөйлесем. Ол Марстың өзі санда отыр. Алло. Сендер жай сөзге түсінбесіңдер ау деймін. Походу сендермен басқаша сөйлесу керек сияқты. Біз саған лоқпыз, бәлді дойқымызы ай сайын ақша тасып қойып беретін. Надо өйтке күтті көтінді айтып сайын. Короче, ертең сағат 4-те ангарда болыңдар. Сосын қатты өбілсетін кроссовкаларын киіп қойыңдар. Ха-ха. Короче, ертең қаланың сыртында ұланасы төбелесіп қойын деп отыр. Пито балдар жанап келсеңдерші көрмейші. Болды ғой кәріс. Ертеңге дейін шаш ал десе бас алатын балдар тиіп келеміз ғой. Нема, не қызып кетті ол кәдімгі? Все нормально. Кетік сабаққа. Қыздар, кеше ғана интернеттен оқыдым. Ең ауыр адам Ұлыбританияда тұрады екен. Соны жазған адам Қазақстанға елмен келіп кетсе екен, ең ауыр адам көретін еді. Ол ма? Ол адам күніне 200 грамм қосады екен. 200 грамм ба? Әпше сіз күніне қанша тонна қосасыз? Ой, қойыңдар, қыздар барлық адам салмақ қосады ғой. Мысалы, сендердің алдыңғы жылы киген киімдерің қазір өздеріңе сыймайды. Сонайдан алдыңғы жолғы фигурам қайтарғым келеді, көйлектер біреу сыймай. Соғы мен де бұрынғы ат сияқты фигурам қайтарғым келеді. Қой, сен фигураны аттай болған ба? Жоқ, қыздар, бәріміз аттай болмаймыз. Арамызда сыр, қой деген болу керек қой. Болды қыздар, бүгіннен бастап бәріміз диетаға отырайық. Тамақ емес, тек қана су ішеміз. Сен мында бір нәрсе бар ма? Ойлағанда сен айта салады екенсің, мынау шыдамайды ғой. Мен бір күні шыдамаймын ғой. Болды, қойыңдаршы, диета меті демек, тек қана сабаққа дайындала берейікші, басқа нәрсеге бас ауыртпай.